Болмай ма? В любом случае, анам сияқты болмайды. Анам мен жасы 62-ге толды, Алла қаласа. Сол үшін анамның орны ол ана, бірақ енді қыздың орны қыз. Мен ойлаймын, Перизат өзінің жасына өте жақсы сақталған, өзіне қараған, сондай бір керемет дисциплинасы бар қыздардың қатарында. 35 жасар қыз деп айтпайсың. Енді шынымен айтайын, мен максимум бір 29-30-да деп ойладым. Сөйтсем, 35-тем деген кезде өзімде таңғалып қалғаным бар. Ақмарал. Осы жерде Балауса ханым, мен мына нәрсені түсінбей тұрмын да, Садәулетке енді сол баяғы әңгіме да. Қазір осы қыздың келген үміті ақталмайтын сияқты болып көрініп тұр. Неге? Потому что Садәулетке енді тең-теңмен, тезек қабымен деген сияқты ғой, енді үйленбеген жап-жас бала, түрі де екеуінің түрі де кәдімгідей көрініп тұрған, үлкен апасы сияқты болып көрініп тұр қасында. Садәулеттің түрі кәдімгідей сүйкімді күттай бала сияқты болып көрініп тұр ше менің көзіме. И мына жерде Садәулет, мына жерде просто екі қыздың басын қатырып отырған сияқты болып көрініп тұр. Еңілікпен мені күт, мені үміттендір деген сияқты видеолардың барлығын түсіріп, сөйтіп жүр да. Ал Аруна қазір данный моментта жынданып отыр да, екі қабағы түйіліп, ше, осы жерде ашуланып отыр да, қызғаныштан іші күйіп бара жатыр да мына жерде ше. И просто солай отқан сияқты болып көрінеді. Садәулет қазір менің ойымша осы үміткер қызды өтірік мақтап, жайлап оң жағынан бір шығып, сол жағынан бір шығып, қайтарып жіберетін сияқты болып көрініп тұр негізінде. Ақмарал, мен түсінбеймін да, мына жерде ше, неге сендер постоянно айта бересіңдер? Үміті ақталмайды деп ол. Болады ғой әртүрлі ситуациялар, біреуінің үміті ақталады, бірақ қараш, Сатиктің жасы ол кісіден кішкентай болғанда Сатик кінәлі емес қой. Қасында кішкентай бала ұқсап отыр, ана ұқсап отыр, өтірік мақтап отыр дейсіңдер да. Енді шынымен көрген адам ретінде жақсы нәрселерін көрген шығар. Одан кейін бірақ жаңағы жас мәселесі деген сияқты нәрселерді ол тікелей айтпаса да басқа жағынан әкеліп айтып отыр. Ол жерде үміті ақталмай қалса, ол үшін тағы да Сатик кінәлі болып қалу керек емес қой, Ақмарал? Бұл жерде Садәулет кінәлі болып қалу керек емес. Мен просто мына жерде көріп тұрмын да, Садәулеттің вкусындағы қыз емес. Шыны керек, қыз өте әдемі, көркем. Жоқ, негізі мен көріп тұрмын, өте әдемі қыз. Бірақ Садәулеттің жасына енді үлкен кәдімгідей көрініп тұр. Былай сыртынан қарағанда да шынымен де көрініп тұр ғой, үлкен апасы сияқты. Ой, апасы деген қалай етін аяқта? Әпшесі сияқты көрініп тұр да негізінде ше. Білмеймін, қазір енді до конца күтесің аян, сол кезде менің айтқаным дәл сондай болып келеді. Сен күтте просто. Балауса мына жерде айта кетейінші, барлық қатысушыларға таңғалып жатыр. Мен неге тиісіп жатыр? Себебі осы ортада біз талай көрдік қой, неше түрлі адамдарды бақытты болып кетіп жатыр, тең-теңімен деп олай артық кетудің қажеті жоқ сияқты. Одан кейін мен мына жерде аяулымға келіспей тұрмын. Мамаммен жасты, мамам ұқсайды деп отыр. Былай қараса, сырт келбетпен қарайтын болсақ, Перизатты аяулымен негізі бір жаста адамдар сияқты да, олай айыра алмайсың негізі. Бір жасы үлкен деп жатыр. Мен мүлдем ол пікірге келіспеймін. Тым жақсы әп-әдемі қыз, өз жасынан кіші көрінеді. Одан кейін айта кететінім, жасына тиісудің мүлдем қажет жоқ сияқты.